Сәлем достар, бүгін сіздермен өте оңай дайындалатын, дәмі керемет болып шығатын ашытқысыз шелпек дайындайтын боламыз. Оның құрамында ешқандай сүт, қаймақ жоқ. Соңына дейін қарап, бірге жасап көрсеңіздер болады. Бір кесе жылы суымызға жарты шай қасық тұзымызды салып, тұзы ерігенше жақсылап араластырып аламыз. Сонан соң үлкендеу ыдысымызға құйып, үстінен 2 ас қасық сұйық майымызды қосып, алдын ала електен өткізіп дайындап қойған ұнымызды бірте-бірте қоса отырып, қамыр илеп дайындаймыз. Қасықтың көмегімен араластырып, сонан соң қолымызбен жақсылап қамыр илейміз. Қамырымызды қайтара илеген соң жұп-жұмсақ қамыр дайын болады. Сонан соң бетін жауып 10 минутқа демалдыруға қоямыз. Дайын болған қамырымызды бірдей етіп 7 бөлшекке бөліп аламыз. Толық құрамды описание бөліміне қалдыратын боламын. Сол жерден қарап жасап көрсеңіздер болады. Менде осы бір кесе сумен теңдей 7 шелпек дайын болды. Барлық шелпектерімізді, қамырымызды осылай дөңгелектеп дайындап аламыз да, сонан соң оқтаудың көмегімен жұп-жұқа етіп жайып дайындап қоямыз. Достар, менің каналымда түрлі пайдалы, дәмді, тез дайын болатын рецепттер бар. Сол үшін менің арнама тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Достар, каналымның дамуына үлес қосамын десеңіздер, лайк басып, пікір қалдырып, әлеуметтік желі арқылы достарыңызбен бөліссеңіздер де болады. Мен өте қуанышты боламын. Ал енді қызып тұрған майда шелпектерімізді 2 беті қызарғанша пісіріп аламыз. Іші толықтай піседі. Өте оңай, жылдам дайын болатын шелпек рецепті міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Егер видео пайдалы болған болса, пікір қалдырып, лайк басуды да ұмытпаңыздар. Міне, біздің шелпектеріміз дайын болды. Өте дәмді, жұп-жұмсақ, керемет болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін тамашалағандарыңызға рахмет. Ас болсын.